Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі өтілі тұрған темауыз, бүгінгі өтілі тұрған сабағымыз бұға чейін өтіп келген сабақтардан башқаша, тағырақ айтқанда созу мат тамғаларын, созу ережесін үйренеміз. Араб тілінде мат деген сөз бар, қырғызчаға тұрғанда созу деген мағынаны түсіндіреді. Созу тамғалары араб тілінде үшеу: алиф, вау, я. Şu alif, воу, я тамғаларының жардамымен біз сөздерді созып оқығанды үйренеміз. Мысалы, шол созу тамғалары біріншісі алиф, воу, андан кейін я тамғалары қашан созылады, қанткенде созылады дей тұрған болсақ, анда бір тамғаны жазып көреміз. Мысалы, бардыңызға танымал болған бұл тамға бә тамғасы еле. Егер бұға фатха деген әрекетті же а әрекеттен қойған болсақ, бұл оқылып қалады еле қандай болып? Бә. Правы? Бә тамғасы. Ушыл тамғаны біз бә деп ұзағырақ же созып оқыш керек болған болса, плюс бұға біз алифті қошауыз баралар жазылып қалады. Мұндай болып. Бә оқылады. Бә. Бұл бәден айырмасы шул. Бә. Же болса, т тамғасын жазып көрелі. Т тамғасына касра же болса и белгісін қойған болсақ, бұл қанты оқылшы еле? Ти. Тұрауы? Ти. Ти тамғасына қошылады я тамғасына. Созу тамғасы деп едік пе? Я тамғасы. Баралар ти. Ти. Ти деп созу оқуыз. Же болса, мол тамға, мысалы, оңайырақ тамғадан жазылған қарекет қылайын. Мысалы, з тамғасы. З тамғасы дәммәлі болып келгенде бұл оқылады қандай болып? Зу болып. Жөнекөйле. Зу. Зу. Плюс уға жардамшы вау тамғасы олаттағы баралар жазылғанда мұндай жазылып қалады. Оқылғанда зу. Зу. Алиф, вау, я тамғалары. Алиф аға жардамшы, я и тамғасына, вау болса, вау, у тылышына, әрекетіне жардамшы олу оқылады. Же олса да бір-екі сөздерді жазауыз. Иншалла, шондан кейін сілерге толық әлі түшінікті олу қалады болуш керек. Мысалы, сіздермен оқып көреміз. Ха, хи, анан ху. Алиф қашан созылады десе, мұндай ереже бар. Жақшылап есіңізге түйіп алу. Алиф әрекеттен бош болып, әрекет дегеніміз дәмма фатха кәсіра, а, и, у, же болса сүкін. Шол төрт әрекеттен бош болып жазылбаса, өзінің алдыңғы тамғаның әрекеті сөзсіз түрде фатха болған болса, а тылышы болған болса, ошонда бұны біз созу оқойыз. Ха. Ошол эле сыяктуу я әрекеттен бош болып, өзінің алдыңғы тамға кәсіра болған болса, анда біз бұны бір алифке созу оқойыз. Хи. Хи. Ошол сыяктуу эле воудағы әрекеттен бош. Мындай ва, ви же ву же болса сүкүн. Эч бир әрекети жок. Әрекеттен бош дегенде шуну максат назарга тутабыз. Өзүнөн алдыңкы тамга нын әрекети кайсыл тамга болбосун, у болгон болсо, демме болгон болсо, анда бул дагы созулуу кылат. Ху. Ху. Менимче түшүнүктүү эле болду. Болуш керек сиздергечи. Биз азыр бул китептен жакындатылган форматта силерге беребиз. Буга чейинки сабактарыбызды кайталаган сыяктуу дагы сиздер биздин артыбыздан кайталап окусаңар дагы да тереңирээк түшүнүк силерде пайда болот деген үмүттөбүз. Жазып олтурбастан эле шу китептен биз окуйбуз. Мүмкүн болушунча бул китепти силерге жакын форматта көрсөткөнгө аракет кылынат иншалла. Эмесе биз менен чогуу окууну баштайбыз. Бу, yi, bä, yu, bi, yä, tu, hi, tä, hu, ti, hä, su, wi, thä, wu,
ti ve cu ni ce nu ci ne hu mi ha mu hi me mu li ha lu hi le du ki de ku di ke zu qi ze qu zi qa ru qi ra. Урматтуу көрөрман, ал жагы ылдый жагы дагы ушундай эле окулат, түшүнүңүз болуш керек. Биз кийинки бетке өтөбүз. Сөздөр көбүрөөк жазылган. Баштадык эмесе. Мәл, хәл, нәр, жә, шәм, сәм, қал, бәри. Карагыла, эки созуу тамгасын бир сөздө берип атат. Бәри. Али, айын тамгасы. Али. Рады. Қады. Хади. Хали. Кәләм. Сәләм. Халал. Харам. Жәләл. Жәмәл. Сыяктуу. Экинчи таблицага өтөбүз. Карап тургула. Әмвал. أحوال أعمال أعلام أموات أمراض قواعد ортоңку тамга созулат. 5 тамгадан түзүлгөн сөз болуп атат. Ортосундагы келген тамга созулуп атат. Qawa'id awamil shawahid jawahir kawakib مكاتب إكرام إعلام إخلاص إظهار إصلاح إفساد عالم birinci tamga sözler alim sabir mahir talib fatih salih iki tamga қатарына созулат. Карагыла. Фатха менен. Қама, тафа, таба, қули, туқи, туби. Üçüncü tamga. Яку, юқалу, ютафу, тутабу, якулу, тақуму, ятуфу. Ятубани. Bir sözün içinde iki tamga sözlüdür. Karagıla. Vav'dagı, anan alifdagı. Yatubani. Yatubani. Yakulani. Mu'da okunu yürünüz. Tekumune. Yatufune. Tekulune. Tekulune. Yansurune. Yadkhulun. Tedhulune. Ya'lemune. İkinci söz. Qatarda qaragıla. Yeşhedune. Tadribune. Taruci'une. Түшүнүңөр болуш керек. Бул таблицанын ичи дээрлик ушундай. Экинчи сөз таблицага өтө турган болсок, акыркы тамга созулат. Ушкура. Унсура. I'lama. Ушкури. Unsuri. Üçüncüne qarayız. Mukrimune. Muslimune. Kıska. Akırkı tamgası. Ne dememeyi yok. Meli. Muhlisune. Cevap olsa muslimat. Muhlisat. Mensurune. Matlubune. Mil. Nil. Fil. Alim. Semi'. Aziz. İfrit. İfrit. İdris. Ta'lim. Tedris. Tahsin. Bi'a. Ayın. Hile. Qile. Қалғандары ушинтип эле окулат. Урматтуу көрүүчү, сиз иншалла түшүнүңүз болуш керек. Араб тилиндеги мат деген
өзүнчө бир тема бар экен. Мат деген кыргыз тилинде созуу дегенди түшүндүрөт. Ал созууда 3 тамга бар: алиф, вау, я. Алиф качан созулат? Алиф аракеттен бош болуп өзүнүн алдыңкы тамга фатха болгондо, я дагы аракеттен бош болуп өзүнүн алдыңкы тамга касра, и вау аракеттен бош болуп өзүнүн алдыңкы тамга демме же у болгондо созулуп окулат деген нерсенин үстүндө биз силер менен иштедик. Иншалла түшүнгөн болушуңуздар керек. Буйрса кийинки сабактан биз силер менен жаңы таштит деген теманы өтөбүз. Андыктан биз сиздер менен көрүшкөнгө чейин Аллага аманат. Саламу алейкум. Audio Jungle.